эпизод жөнінде бүгінгі видеомыз тәттілердің дәмін көреміз деп аталады. Бүгін мен осындай самая большая рулетка бимбузлд джелли уэлидің дәмін тататын боламыз. Бұл тәттілердің ерекшелігі, бұл жерде дәмді және де дәмді емес түрлері болады. Яғни осыншама 20 түрлі дәмдері бар. Олардың ішінде көп тұрғансы ағылшынша жазып тұр, енді бірақ ішінде дәмді емес, ішінде дәмділер бар. Мысалға ашып кеткен сүт, немесе кокос, немесе иттің тамағы, немесе шоколадты пудинг, сасып кеткен шұлықтар, немесе тутти фрути, сондай сияқты түрлі дәмдері бар. Және де осыны ашамыз. Бұның ерекшелігі бұл жерде осындай рулеткасы болады. Және де айналдырып қандай дәм түседі, қандай түс түседі, соған біз дәм тататын боламыз. Егер де сізге қызықты болса, арада қараймыз, сенше бастайық. Және де бұл видеоны мен ерекше түсіретін боламын, себебі бұл видео мен сіңіліммен түсіретін боламын. Және де ол камераның артқы жағында әрине. Біз оны ойын тәрізді түсіретін боламыз. Мысалға, бір айналдырамыз, қай түс түсті, мысалға сондай екеуін аламыз да, ол соны және де мен дәмді татамыз да, кімде дәмді түсі шықты, тәттісі, соған бал беріледі. Кімде тәттісі түспеді, оған бал берілмейді. Ендеше бастайық. Міне осы коробкасы осындай. Ашамыз. Осыншама бимбузлдықтары бар. Және міне мынау рулетка. Міне осындай түрлі упаковкада салынған, ішінде бірнеше штуктардан. Енді осының ұқсасын бар. Қазір ұқсасын алайын. Міне мынау біреу маған, біреу сіңіліме. Бізде қазір кисель және сүт қойып қойдық. Және де түкіретін бір зат қойдық. Себебі бұның ішінде дәмді емес түрде болып, мүмкін бізге ұнамай қалса түкіретін дейді. Ендеше кеттік. Және ең бірінші болып мен айналдырамын. Бұл бізде strawberry банана смузи немесе dead fish. Яғни қазақша аударғанда құлпынай банана смузи немесе өлген балық. Такс, бұл мама қайсы? Такс. Все. Сәттілік. Менде strawberry банана смузи ес, менде бір пай. Неше пайға дейін жинау керек? 10 пайға дейін, Шикі жұмыртқаға ұқсайды. Шикі жұмыртқа? Өлген балық бұл, үшес ма? Сені шикі жұмыртқаның дәм көрдің бән? Juicy pear немесе бүгір. Бұрынбақ немесе алмұрт. Алмұрттың несі? Берейін бе? Ұқсамайды ғой. Берейін бе? Менде бар. Қайда? Ұқсайды ғой? Майя қойдың. Құтыр ауырдан жеп ойыншы. Не нәрсе ол керек жаманағы? Шаманағы мұрынбақ. Вкусный алмұрт. Давай. Тебе удачи. Алмұрт. Дұрса түстешеш? Вкустар бәрі бірдей ғой. Менде 2 пай. Енді мен айналдырам. Это шоколадный пудинг немесе Иттің тамағы. иттің тамағы. Бірақ бізде ондай бар ма? Ондайдан аламыз. Дәмі кетпей жатыр еще. Айттым ғой. Фу.
Так, ақынжеде мынадай дәм шықты. Бұл лайм немесе лоун клиппингсені білмеймін, әйтеуір бір сондай жаман-ақ бір дәм. Так, ол қайсысы? Ол мынау еді. Қандай болу керек? Қандай жасын, иә. Сәттілік. Мне непонятный вкус был. Непонятный. О! Это Киселек. точно не лайм. Попкорн. Мынау түсті ма бізге роттен эк деген? Жоқ, менде бар. Түсті ғой бізде тухлы яйцо. Сен жоқ па? Мен айналдырғанда бізге мынау түсті баттер попкорн, майлы попкорн немесе ашып кеткен ма, тухлый ма? Короче, тухлы яйцо. Қайда? Қайсы ол менде бар ма ол? Жерінде бейтін. Неге? Есінен біттім ма? Не ол? Неге жоқ? Сосын дәм көреміз. Сәттілік. Тухлый яйцо бұл? Сіңлімнің айналдырғанда шыққаны ол черника, бері блу, немесе туз паста, это зубная паста. Туз пастасы немесе черника. Енді зубная пастаның дәмі нормальный болады деп ойлаймын. Дай. Менде черника. Менде де черника. Күшті? Менде бір пасында ұшпай. Мам, тоғыз саған ете алпай керек. Енді мен айналдырамын. Такс. Бұл тути-фрути немесе сасып кеткен шұлықтар. Такс, мынау. Давай, сәттілік. Тути-фрути! Yes! Тути-фрути. Жвачка сахар. Кім собачий жидан жүріп көрді. Неге? Тути-фрути күшті. Ол емес басқа. Сенде тути-фрути түскен жоқ қой неғана? Кішкенесі ғана қалғандықтан былай істейміз. Біз деген пич барфты жеген жоқпыз. Мына бір дәмді және де мына бір дәмді жеген жоқпыз. Сосын тағы дәмді жеген жоқпыз біз. Жетіп қой оны айзымнан деді. Жоқ, бұл не ғой пич барф. Ондай, мына сүт езік. Сені бар ғой сүт. Онда сүтті жейміз. Бұл ашып кеткен сүт немесе кокос. Қой. Ладно, жейміз. Ашып кеткен сүт қой бұл. Кокос. Çoğutum paratır men. Неге сегодня? Бірақ кокостың дәмі андай аса тәтті емес. Қалай деймін ба? Бір майлы кокостың дәмі. Ондай емес қой өзі. Сондай ғой мен. Сондай. Осымен менің Bean Boozled челленджім аяқталды. Бұл челленджтен мен ұттым. Бірақ шынымды айтса, бұл ойынды қайтада ойнағым келмейді. Себебі жүректі айнытады және де білмеймін жаманат. Әсіресе иттің тамағы деген мүлдем дәмді емес. Бұл дәм тамақта тұрып қалады, сосын қалқып, сосын
Шекі жұмыртқа. Шекі жұмыртқа емес, бұл несі екен, тухлый яйцо. Тухлый жұмыртқаның дәмі мүлдем дәмді емес. Ол да дәм қалып қояды. Дәм қырқып мүлде. Жүрегім айып кетті. Бірақ сізге осы видео ұнады деп ойлаймын, себебі бұл күлкілі болып шыққан сияқты, ерекше болып. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Және де бұдан да басқа тағы да челлендждер түсіру мүмкінмін. Маған осы челлендждің ішіне осы зубная паста немесе блюбери, черниканың дәмін әтебері. Зубная паста ол мятный конфетканың дәмі шығар, а блюбери ол сладкий, тоже вкусный. Осы жалғыз осы ғана ұнады ішінен. Сосын жерден алмұрт немесе мұрын боқты. Әрине мұрын шыққанда мүлдем дәмді емес, бірақ алмұртты дәмді. Сіздермен бірге болған мен Айжан, және Айжан сіңір. сау болыңыздар.